Бірінші аудио сақ тайпасы. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтың бас кезінде ақ қазіргі Қазақстан жерінің оңтүстік және шығыс аймақтарын мекендеген тарихта сақтар деген атпен белгілі тайпалар өздерінің қоғамдық даму дәрежесі жағынан мемлекеттік құрылыс сатысына таяп қалған еді. Оларда мал өсіру және егіншілікпен қатар темір қорыту біршама дамыған болатын. Сол кезде ақ қызыл, қоңыр және магнитті темір кенін кеңінен пайдаланған сақтар қола мен темірден түрлі қару-жарақ, үй шаруашылығына қажетті және зергерлік бұйымдар жасаған. Соңғы жылдары есік маңынан табылған сақ көсемінің киіміндегі алтын өрнектер сақтардың алтын обасынан шыққан әшекей, сәндік бұйымдар, таңбалы тас пен саймалташ жартастарына ойып салынған орасан үлкен суреттер сақтардың көркемдік талғамы, бейнелеу өнері, металды өңдеу тәсілі едәуір жоғары болған аңғартады. Сақтарда бұғы, арқар, арыстан, самұрық құс суретін салу мен олардың бейнесін алтыннан құйып жасау стилінің өзіндік ерекшеліктері бар. Жоғарыда айтылған алтын обадан табылған зергерлік әшекей бұйымдардың кейбір бөлшектері мен суреттерінің өте кіші әрі нәзік етіп жасалғаны сондай, оны тек үлкейткіш шыны арқылы ғана айқын көруге болады.